Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып шығатын бисквитті рулет пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым заттардан жасалады. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетуді сұраймын. Ең алдымен жұмыртқаның ағыны сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағыны құрғақ, таза, үлкенде ыдысқа салып, шым-шым тұз салып, миксермен көпіртіріп аламыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығымен, сосын қатты жылдамдықпен көпіртіріп алатын боламыз. Дәл осылай аппақ болып көпіріп шығады, сосын қантты салып көпіртіруді жалғастырамыз. Қантты аз-аздан 3-4 бөлікке бөліп қосып көпіртіретін боламыз. Біздің массамыз қою, қатты болып көпіріп шығуы керек. Міне дәл осылай өзінің формасын ұстайтын масса дайын болды бізде. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз, сосын миксермен араластырып аламыз. Бұл жерде көп араластырып жібермейміз, тек қана сарысы араласса жеткілікті. Сосын үстіне сұйық майды қосамыз, сүтті қосамыз, тағы да дәл солай миксермен араластырып аламыз. Көп араластырып жібермейміз, өйткені біздің жұмыртқалы массамыз сұйықтанып кетуі мүмкін. Енді үстіне ұнды електен өткізіп саламыз, қопсытқышты қосамыз, ванилинді қосамыз. Сосын венчиктің көмегімен астынан үстіне қарай жайлап араластырып аламыз. Қатты араластырып жібермейміз, тек бір шетке қарай, астынан үстіне қарай жай араластырып аламыз. Енді біздің дайын болған массамызды пергамент қағазы салынған листке бір тегістей етіп жайып аламыз. Пешті 170 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. Қызып тұрған пеште 30-35 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші арқалай қарап тұрасыздар, үсті қызарып шыққан кезде алып шпажканың көмегімен тексеріп көресіздер. Шпажканы тыққан кезде дәл осылай құрғақ болып шығуы керек. Біздің бисквитіміз дайын. Енді ыстық кезінде сүлгінің үстіне дәл осы видеодағыдай қойып, пергамент қағазыны алып тастайтын боламыз. Бисквит ыстық кезінде тез-тез жұмыс жасайтын боламыз, өйткені бисквитіміз суып қалса, оны ораған кезде сынып кетуі мүмкін. Енді бисквиттің шеттерін пышақпен тегістеп кесіп алып тастайтын боламыз. Рулетіміз оралған кезде әдемі болып көрініп тұру үшін. Енді үстіне тағы бір сүлгі қоямыз. Енді осы екі сүлгінің көмегімен жайлап бисквитімізді орап аламыз. Толықтай дәл осылай суытып алатын боламыз. Енді осы арада кремін дайындап аламыз. Мен 33%-тегі кілегеймен қант ұнтағынан крем жасап алдым. Миксердің көмегімен қатты крем болғанша араластырып тұрылады. Негізі басқа да кез келген кремдерді пайдалануға болады. Заварной крем, не болмаса сары маймен қойылтырылған сүттен жасалған кремде өте дәмді болып үйлесіп кетеді. Біздің бисквитіміз толықтай суыды. Енді біз пропитка жасап алуымыз керек. Суға қантты салып араластырып, не болмаса сүтке қантты салып араластырып, дәл осылай жағып, пропитка жасап аламыз. Сол кезде біздің бисквитіміз өте жұмсақ болып шығады. Енді креміні жағып аламыз. Барлық жеріне бір тегістей етіп жағып шығатын боламыз кремді. 2-3 қасықтай кремді рулеттің сыртына жағу үшін алып қоямыз. Ішіне кез келген жемістерді салып шықсаңыздар болады. Мен құлпынайды пайдаландым. Мұздатылған құлпынайды туралап салып шықтым. Енді рулетімізді абайлап орап аламыз. Дәл осылай сүлгімен орасаңыздар өте ыңғайлы болады. Енді алып қойған кремді рулеттің үстіне жағып шығамыз. Тағы да өте жұмсақ, дәмді болу үшін.
Кремнің үстіні дәл осы видеодағыдай лопаткамен ұрғылап, әдемілеп шықтым. Енді үстіне жағуға шоколадты ерітетін боламыз. Қазақстан шоколадына 2-3 қасық сұйық майды қосып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Дәл осылай қапшыққа салып, рулеттің үстіне жағып шығамыз. Сосын үстіні миндаль жаңғағымен әсемдеп қойдым. Бұл міндетті емес. Енді осы рулетті бір түнге не болмаса 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Ішіндегі кремдері бисквитке сіңіп, жұмсақ болып шығу үшін. Өте дәмді, жұмсақ, бисквиті ерекше жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Отбасыларыңызға, өзіңізге ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызға жіберіп кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Менің арнамда тағы да басқа өте қызықты, дәмді рецепттер бар, өтіп көрсеңіздер болады. Алда тағы да қызықты рецепттермен бөлісіп баратын боламын. Видеоны қарағандарыңызға рахмет, ас болсын.